Мұзды алыптармен, яғни йотундармен соғыстан кейін Один кішкентай Локиді асырап алмайды. Оны әкесі Лафиге қайтарып береді. Нәтижесінде Тор Асгардқа жалғыз бала болып өседі. Локисіз Тор қандай болар еді? Ол жай ғана той-думанды жақсы көретін, жауапкершілігі жоқ ерке ханзадаға айналады. Бүкіл маусымдағы ең жеңіл комедиялық эпизод болып көрінгенімен, мұның астарында кейіпкерлердің дамуы туралы үлкен ой жатыр. Негізгі ғаламда Тор мен Локидің арасындағы бәсекелестік Торды үнемі дамуға, жауапкершілік алуға, нағыз патша болуға итермеледі. Локи оның өміріндегі басты проблема болғанымен, сол проблема Торды шыңдады. Ал бұл ғаламда Тордың ешқандай проблемасы жоқ. Ол жерге келіп, бүкіл ғаламның келімсектерін шақырып, ғаламдық масштабтағы ойын-сауық жасайды. Ең қызығы, бұл ғаламдағы Локи. Ол мұзды алыптардың арасында өз отбасында өскендіктен, бойында ешқандай кек, қызғаныш немесе өкпе жоқ. Ол Тордың ең жақын досы, алып әрі көңілді йотун.